Сәлем достар, сіздермен бүгін үй жағдайында дайындалатын палаудың рецептісімен бөлісемін. Қазанымызға сұйық майды құйып, сұйық майды көптеу құйсаңыз, күрішіңіз майлы дәмді болып шығады. Үстінен пияз турап салып, қызартып аламыз. Пиязымызды өте қатты күйдіріп алмай, қызғыш түсте болған соң бөлек ыдысқа салып аламыз. Үстінен етімізді салып, мен етке тұз салған жоқпын, етім тұз салған болған соң сәбізімізді турап салып, біраз қасық тұз саламыз, жақсылап араластырып, етімізді бұқтырып қоямыз. Баяу отта күрішімізді жуып болған соң біраз қасық тұз салып, үстінен қайнаған су құйып, бетін жауып қоямыз. Етімізге біраз қасық зира салып, жаңағы піскен пиязымызды салып, араластырып, үстінен қайнаған су құйып, етіміз батқанша су құйып, баяу отта пісіріп аламыз. Жұмсақ болып піскен етіміздің үстіне күрішімізді салып, үстінен қайнаған су құямыз. Күрішіміз суға батып тұру керек. Қазанымыздың отын қатты қойып, суымыз тартылған соң, күрішімізді қайттан бір араластырып аламыз. Күрішіміздің үстін салған мешочекпен жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Жарты сағаттан соң күрішімізді араластырып, қайттан үстін мешочекпен жауып қоямыз. Күрішімізді 1-1,5 сағат баяу отта пісіріп аламыз. Ас болсын.